Дәл сол күні Республика күні мерекесі қарсаңында 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденінің толық иегері Әлиасқар Сұлтанұлын еске алуға арналған волейболдан 2009-2010 жылы туылған жасөспірім қыздар арасында жарыс өтті. Турнирге аудан спортшыларынан бөлек, Шилі және Түркістан облысының ұжымдары қатысып бақ сынады. Әлиасқар Сұлтанов Сыр өңірінің дарабоз күрішшілерінің бірі. Олай дейтін себебіміз, арда азамат еңбекке ерте араласып, туған жерін түлетуге ат салсады. Яғни күріштік басында жүріп, әр гектарынан 65 центнерден кем емес өнім жинау үшін барын салып, нәтижесінде даңқты Ыбырай Жақаевтың ізбасарларының қатарынан көрінеді. Еселі еңбегі бағаланып, 1975 жылы 3-ші дәрежелі еңбек даңқы ордені, 1976 жылы 2-ші дәрежелі еңбек даңқы ордені, сондай-ақ 1984 жылы 1-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен марапатталады. Қайталанбас нәтиже көрсеткен тау тұлғаның ұрпағы Әлиасқар Сұлтанұлының есімін кейінгі ұрпаққа насихаттап, еңбегін ұлықтау мақсатында жастар арасында волейболдан сайыс өткізуді қолға алды. Өткен жылы басталған жарыс биыл жалғасын тауып, қыздар арасында ұйымдастыру көзделген. Ауданымызда еңбек даңқы ордені толық иегері Әлиасқар Сұлтанов атындағы турнир өтіп жатыр. Ол менің Әлиасқар Сұлтанов деген туған ағам. Осы ағамның еңбегін елеп ескеріп, осындай ауданда жақсы шаралар өткізіп жатыр. Менің ағам 40 жыл күріш егіп, сол түгіскенін түлеткен, түгіскенді құрған, сол түгіскенде 40 жыл күріш егіп, осындай жетістіктерге жеткен. Мен әулетіміздің атына, туған туысқанымыздың атына, осы ауданның жұртшылығына көптен көп рахмет айтамын. Әрқашан жақсы жетістіктерге жете берсін. Біздің жасөспірім қыздарымыз биіктен көрініп, жоғары дәрежеде ойын көрсетсін. Мен соған қуаныштымын. Әрқашан деніміз сау болып, еліміз аман болып, тәуелсіздік алған күніміз құтты болсын. Әрқашан жақсылық, қуаныш тілеймін. Бұл кісі мақта шаруашылығына кірісіп жұмыс істейді. Бұның және еңбекқорлығын байқаған колхоздың басқармасы 6 айлық механизаторлар дайындайтын курсқа жіберген. Осы механизаторды бітіріп келіп, өмірінің соңына дейін десекте болады. Бір жағы күрішші болды, бір жағы механизатор болды, бірақ ол сол большевик колхозында жүргенде мақтай дейтін комбайн айдаған, әрі механизатор трактор айдаған. Жазды күні соқымен жер жытып, көктемде мақта ексе, күзді күні мақта жинайтын комбайнда отырып, өзінің еңбегін жасаған кісі. 1966 жылы мынау Сыр бойында түгіскен массивін игеру жөніндегі үкімет қаулысы шыққаннан кейін, сонда осы Жаңақорғаннан барған азаматтар елге қайтуға үгіттеген бұрынғы кеткен кісілерді. Сол лекпенен бірге 1966 жылы осы түгіскен массивінің бойындағы жаңадан ашылған түгіскен кеңшарына келіп қоныс деп еді. Енді сыңсыған сексеуіл менен жыңғылдың ортасы жиде осы жерде үйлерін тігіп, киіз үйде отырып, өздері күріш егетін жерлердегі сексеуіл мен жыңғылды түбін қазып қопарып, жер тазаласа, әйелдері, балалары кесек құйып үй сала бастайды. Сөйтіп, ең алғашқы каркас үйлердің біреуіне кірген. Ал өзі сол күрішті жай күрішіден бастап кейіннен звено жетекшісі болды. Осы кездерде 72 жылы бұл өзінің тұңғыш еңбектегі ерлігі үшін медалін алды. Еске алу турниріне биылғы жылы 7 команда қатысты. Жарыс шымылдаған Түркістан облысының командасы мен Жаңақорған спорт клубының ойыншылары ашты. Тартысқа толы болған ойында қонақтар қарсыластарынан басым түсіп, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Бұл кездесуде түркістандық Айзере Хамидолланың ойыны жүрді. Алаң төрінде өзін суда жүзген балықтай сезінген Айзере әріптестерінің бірлігінің арқасында қос таймда басымдық танытып, 2 ұпайды оңай олжалады. Біз Түркістан қаласынан келіп отыр. Осы бірінші раундта біз Жаңақорған командасымен ойнадық. Және де біз оларды бірінші партия 12-де 25, және де екінші партияда 12-25 қылып ұттық. Біздің алдағы мақсатымыз осы турнирде бірінші орын алып, жеңімпаз атану. Енді алғашқы ойындарда өзімізді жақсы жағынан көрсетіп, ұтамыз деген ойдамын.
Біздің тренер Мадалиев Жахангир, Жектібаев Нұржігіт бізді осы жерге әкеліп отыр. Біз өте көп жарыстардан бірінші орын алып, Қазақстан чемпионатына қола жүлде келеміз. Және де облыста абсолюттық чемпион атандық. Ал Түгіскен ауылынан келген әуе допшылар 213-ші мектеп командасын дәл осында есеппен тізе бүктіріп, 2 ұпайға қол жеткізді. Команданың жеңісіне үлес қосқан капитан Арайлым Шераханның бұл бойындағы еңбегі орасан зор. 14 жастағы спортшы бүгінгі ойында қарсыластарының осал тұсын тауып, әріптестерімен жеңісті тойлады. Біз Түгіскен ауылынан келіп отырмыз. Біз осы матчта біз Жаңғырған ауданымен ойнадық. Счет есебі бізде 2-0 болып оттық. Әрине қызықты ойын болды, тартысты ойын болды. Ағайымыздың арқасында біз жеңіске жеттік. Және қандай әдіс тәсілді қолданды? Ағай үйреткен көптеген әдіс тәсілдерді қолдандық. Оның ішінде көптеген Өзің жалпы қай позицияда ойнайсың? Мен темповикпін, блок ойнаймын ортада. Біз алдыңғы жарыстарда да көптеген жарыстарға барып келдік. Сол ағайымыздың үйреткен жаттығу әдіс тәсілдерін қолдандық. Соның арқасында біз жеңіске жеттік. Көрермен делебесін қоздырған жарыс нәтижесінде үздік үштікті Шиелі ауданнан келген волейболшылар түйіндеді. Ақтық кездесуде қос фаворит Түркістан командасы мен Жаңақорған ауданның нөмірі 7-ші спорт мектебінің ұжымы кездесті. Допты өз ырқына көндіруде шеберлік танытқан қонақтар қос таймда ұтымды ойын өрнегін көрсетіп, жарыс жеңімпаз атанды. Ұйымдастырушылар турнирде үздік ойын көрсеткендерді түрлі номинация бойынша марапаттады. Олжас Дәуіт Нұрдәулет Ғалымжанұлы, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы Жаңақорған ауданынан.